достар, еліміздегі жағдайға байланысты сіздерді тыныштыққа шақырғым келеді. Паниковать етпейміз, масканы жоқ деп іздемейміз, өзіміз тігіп үйренеміз. Кеттік. Қыздар, маска тігу үшін мынандай 13-12 сантиметр төртбұрыш сызып аласыздар маталарыңыздан. И осы төртбұрыштың бас жағы мен аяқ жағын осылай округлять етеміз. Мына біздің төртбұрышымыз округлять еттік. Мына жерде бізде 7,5 сантиметр қалу керек, мына жерде бізде 12 сантиметр. И мына тіке сызықты біз дөңгелетеміз бас жағын. Так, қыздар, біз деталімізді қиып алдық. Бізде осындай екі деталь шығады. Енді біз осылардың арасын қосып тігуіміз керек. Ол үшін екі деталімізді бір-біріне оң жағы мен оң жағын түйістіреміз де, мына жерден шов түсіреміз. Масканы бір-біріне қаратып, екі жағын қосып жатырмыз. Маскамыздың мына жерін тіктік. Енді ашсақ, маскамыз міне бутиктеріне жақсылап и арғарата дейміз. Енді маскамыздың екі шетін 1,5 сантиметрға бүгеміз. Бүгіп тігеміз. Біздің маскамыздың екі шеті тігілді. Енді осы жерге біз резинка өткіземіз. Осы тіккен жерімізге резинка өткіземіз. Екі жағына майлаймыз и маскамыз дайын. Қыздар, мына біздің маскамыз дайын болды. Дәл осылай өзіңіздің маскаларыңызға тағайын жасап, тағып жүріңіздер, аман болайық.